Биыл Жетісай ауданының тағы 5 елді мекенінде тұрғындар көгілдір отынмен қамтылатын болады. Бұл бағыт бойынша аудан әкімінің тікелей бақылауында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ 26 елді мекеннің жобалау сметалық құжаттамасы толығымен әзірленіп, сараптама қорытындысы алынған. Оның 22 елді мекеннің құрылысына қаржы бөлінуге ұсынылған. Ауданда бүгінгі таңда 112 елді мекеннің 56 елді мекені газбен қамтылған. Аудан тұрғындарына қажетті мөлшерде газ жеткізіп беру, табиғи отын тапшылығын болдырмау мақсатында жалпы құны 2,5 миллиард теңгені құрайтын жаңа ауыл, Достық ауылдық округтеріндегі елді мекендерге жеткізуші газ құбырларын салу жұмыстарына 2022 жылға 1 миллиард 655 миллион 935 мың теңге қаржы қаралып, толық игерілген болатын. Қазіргі таңда жеңімпаз мердігер мекеме Байсан А жауапкерлігі шектеулі серіктестігі құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуде. Аудан аумағында жергілікті бюджеттен жобалау сметалық құжаттаманы әзірленіп, сараптаманың қорытындысы алынған 23 елді мекеннің қаржы бөлуге ұсынылған. Қаржы бөлінген жағдайда тағы 23 елді мекен. Қызылқұм ауылдық округінде 35 шақырым, Қызылқұм елді мекенінде, Ақтөбе елді мекенінде 4 шақырым, Бейбітшілік елді мекенінде 11 шақырым, Отан елді мекенінде 6 шақырым. Сонымен қатар өткен жылы Қызылқұм ауылдық округінің Қызылқұм Ақтөбе елді мекендері мен Абай ауылдық округінің Отан, Бейбітшілік елді мекендерін табиғи газбен қамтамасыз ету мақсатындағы құрылыс жұмыстарына ауыл ел бесігі бағдарламасы мен республикалық бюджеттен жалпы 1,6 миллиард теңге қаржы бөлініп, өндірістік кестеге сәйкес жүргізілуде. Мердігер Ремстрой жауапкерлігі шектеулі серіктестігі нысандарды қолданысқа тапсырған соң 1407 абонент немесе 10 мыңға тарта тұрғын табиғи газбен қамтамасыз етілетін болады. Біз өзіміздің жұмысқа 5 жыл кепілдік береміз. Өзіміз гарантия. Алатын фирмаларымыз көп біздің. Жақсы фирмалар, качественно сертифицированный компаниялармен жұмыс істейміз жақсы. Баяғыдан жұмыс істеп келатқан компанияларымыз. Өзіміз Ремстрой осыдан 10 жыл бұрын бастағанбыз жұмыста. Мектеп соғып жатырмыз, садик соғып жатырмыз, газ құбырларын, су құбырларын жүргізіп жатырмыз. Ремстрой. Шақырым бойынша осы Қызылқұм елді мекенінде 35 километр жердің үстімен құбыр өткен, астымен 1 километр. Бұдан бөлек ауданда жергілікті бюджеттен 2020-2022 жылдарға елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз ету мақсатында 38 елді мекенге жобалау сметалық құжаттарын рәсімдеуге 149,3 миллион теңге бөлініп, қазіргі таңда 26 елді мекеннің жобалау сметалық құжаттамасы толығымен әзірленіп, сараптама қорытындысы алынған. Үнтзара Нарзуллақызы, Қуаныш Әуелбеков, Қайыржан Бекберген, Әділет ақпарат.